Туылған түнінде болған оқиғалар. Расулуллахтың алейхиссалам дүниеге келуінің алдында және туылған кезінде оның келетінін сүйіншілейтін бір қатар оқиғалар орын алған. Сол кездің танымал тұлғалары пайғамбарымыз дүниеге келместен бұрын ғажайып түстер көрген. Түстерін көріпкелдер мен сол кездің атақты ғалымдарына жорытқан кезде олар бұл түстерді Мұхаммед алейхиссаламның келетініне жориды. Пайғамбарымыздың атасы Абдул-Мутталиб былай деген: бір жолы ұйықтап жатып түсімнен шошып ояндым. Дереу бір көріпкелге барып жортайын деп ойладым. Оған барғанымда ол бетіме қарап: ей Құрайыш басшысы, саған не болды? Жүзіңнен басқа нәрсе көрініп тұр. Әлде бір нәрсе болып қалды ма деді. Я, бір түс көрдім. Бұл туралы әлі ешкімге тіс жарған жоқпын деп оған айтып бердім. Бүгін түсімде өте үлкен бір ағаш көрдім. Bir ұшы аспанға жетіп тұр. Бұтақтары шығыс пен батысқа таралған. Ол ағаштан сондай бір нұр шашырайды. Күн оның қасында жай нәрсе болып қалады. Бірде көрініп, бірде жоқ болады. Адамдар соған бет бұрған еді. Барған сайын нұры арта түсті. Құрайыш тайпасының кейбір адамдары сол ағаштың бұтақтарына жабысуда. Кейбіреулері де ағашты кесуге ұрынуда еді. Бір жас адам ол ағашты кескісі келгендерге тосқауыл болды. Ол адамның жүзі әсем, бүкіл денесінен де хош иіс тарап тұр еді. Ондай адамды мен өмірімде көрген емеспін. Мен де әлгі ағаштың бір бұтағынан ұстағым келді. Бірақ қолым жетпеді дедім. Түсімді айтып болғаннан кейін оның өңі бозарып, ол саған бұйырмайды деді. Мен кімге бұйырады дегенімде, сол ағаштың бұтағынан ұстағандарға деді. Сосын сенің тегіңнен бір пайғамбар келеді. Барлық жаққа үстемдік жүргізеді. Адамдар соның дініне кіреді деді. Сосын қасымдағы балам Абу Талибке қарап: бұл оның көкесі болып қалар деді. Абу Талиб бұл оқиғаны пайғамбарымызға пайғамбарлығы білдірілген кезде айтқан, және міне сол ағаш Абул Қасым әл-Амин Мұхаммед алейхиссалам деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам дүниеге келген түні бір жұлдыз туды. Мұны көрген яхуди ғалымдары Мұхаммед алейхиссаламның туылғанын түсінді. Сахаба Хасан бин Сабит радиаллаху анх айтады: мен 8 жаста болатынмын. Bir күні таңертең бір яхуди: ей яхудилер деп айқайлап жүгіріп жүрді. Не болды, неге айқайлайсың деп оның қасына жиналған кезде ол: хабарларын болсын, Ахметтің жұлдызы осы түні туды. Ахмет осы түні дүниеге келді деп жауап берді. Расулуллах туылған түні Қағбадағы пұттардың барлығы қирады. Уруатуб Зубейр жеткізеді. Құрайыштық бір топтың бір пұты бар болатын. Олар оны жылына бір рет тауап етіп, түйелер сойып, шарап ішетін. Тағы да солай бір күні пұттың жанына барған кезде оның жерде құлап жатқанын көреді. Оны тұрғызса, ол қайтадан құлайды. Бұл жағдай 3 рет қайталанады. Сосын оның жанына, жан-жағына жақсылап тіректер қойып, сүйеп қойған кезде бір дауыс келеді: бір адам туылды, жер бетінде барлық нәрсе қимылға келді. Қанша пұт бар болса, барлығы құлады. Патшалар қорқыныштан қалтырады. Бұл оқиға дәл Мұхаммед алейхиссаламның туылған түніне сәйкес келеді. Медайн қаласындағы Иран шахының сарайының 14 мұнарасы қирады.
Сол түні гүрілдеген дауыстан шошып оянған патша мен оның халқы көрген қорқынышты түстерін жорытқанда, мұның үлкен бір нәрсенің белгісі екенін түсінді. Сондай-ақ сол түні мәжусилердің, отқа табынушылардың 1000 жылдан бері жанып тұрған үлкен оттары кенеттен сөніп қалды. Олар оттың сөнген күнін белгілеп қойды. Ол шах сарайының мұнаралары құлаған күнге сай келеді. Сол кезде қасиетті деп саналатын Сауа көлінің суы да сол бір түні бір сәтте тартылып кетеді. Шам жақта 1000 жылдан бері суы ақпай тұрған және кеуіп қалған Самауа өзенінің арнасы сол түні толып аға бастады. Мұхаммед алейхиссалам туылған түннен бастап шайтан мен жындар енді Құрайш көріпкелдеріне оқиғаларды хабарлай алмайтын болды. Көріпкелдік амалы тоқтады. Пайғамбарымыз өмірге келген түнде және одан кейінгі түндерде әлемде сол кезге дейін болмаған оқиғалар орын алды. Бұлардың барлығы соңғы пайғамбардың дүниеге келуінің белгілері еді. Тыңдағандарыңызға рахмет.